Альхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулиллахи амма ба'д. Құрметті мұсылмандар, ақиқа мәселесі туралы маған бір сұрақ келді. Бұл көптен бері маңызды болып жүрген, көкейімде халыққа айтқым кеп, жеткізгім кеп жүрген мәселелердің біреуі еді. Бұл дау болу мақсатында емес, Ханафи мазхабының ақиқатын жеткізгім келген мәселе еді. 90-шы жылдары бізге ислам діні келгеннен кейін мынау араб бауырларымыздан бір осындай ұл бала туылғанда екі қой сойсын, қыз бала туылғанда бір қой сойсын, бір қойдың ойыны ешкіде болады деген сөз кетті. Негізі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадис. Оны имам Шафи рахматулла алейхтің фиқхында бұл айтылған мәселе. Бұны имам Шафи дәлел ретінде айтып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі немересі туылған уақытта екі қошқар сойды деп айтады. Соның себебінен осы хадисті мысал келтіріп, имам Шафи рахматулла алейх бұл сахи хадис және пайғамбарымыздың жасағаны бұл сүннет деп айтады. Осылайша жұрттарда ақиқа сойып, имамдар жұрттың барлығы осыны уағыздап жатады. Өздеріңіз де байқайсыздар, бұл мықты халықтың арасында тарқаған модный сөз болды. Ақиқа деген, ақиқа бермесең мойныма қарыз болып қалады деген сөз болды. Ханафи мазхабының пікірі. Ханафи мазхабында үлкен авторитет кітаптарда сүйеніп айтайық. Біріншісі имам Касанидің Бадая Санай кітабын мысалға келтірсек болады. Сол кітапта жазылғаны бойынша барлық қандар, ақиқа болсын, раджиба болсын, атира болсын, осы адхия, яғни құрбандық келуіменен нусиха үкімнен жойылды деп айтады. Сөйтіп үш түрлі жаңағыдегі сойылатын малды түсіндіріп береді. Арабтар кезінде жаңағыдегі түйесі немесе қойы туса, мен осындай соям деп мал атайды екен. Бұл Ражаб айында сойылады екен. Бұны жаңағыдегі атира деп атаймыз. Сосын әхлу байт дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанұясы, құрайыштықтар кезінде Ражаб айында жаңағыдегі өздері жиналып, арнайы қой сойып, соны жейді екен, пісіріп, бұны раджиба деп атаймыз. Және ол қыз туылғанда сойылатын малды ақиқа деп атаймыз. Осы мысалдарменен үшеуі де насық қылынды деген дәлел. Енді одан да үлкен дәлел әлбетте Ханафи мазхабында Мұхаммад Хасан Шайбанидің әсем бір сөзі бар. Ақиқа сою мубах деп айтады, әркімнің өз еркі. Ал бір сөзінде ақиқа сою макрух деп айтады. Неге? Өйткені Али радиаллаху анхудан келген бір керемет хадис бар. Сол хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі бар. Алла тағала уқуқ, яғни қарсылықты, жаңағыдегі құлдың егесіне, баланың ата-анасына қарсы шыққанды, немесе сол ақиқ болуды ұнатпайды. Кімде-кім қаласа сойсын деген сөз келтіреді. Яғни қаласа сойсын деген дәлелменен бұл сүннет болмайды, бәлки мубах үкіміне түсіп қалады деп айтады. Ал бірақ имам Мұхаммад Хасан Шайбанидан Жамиғ Сағир деген кітап бар. Бұл біздің Ханафи мазхабында атақты 6 авторитет кітаптардың біреуі. Сол жерде айтылғаны бойынша әрбір үкім өзінен жоғары үкім келгенде өзінен дәрежесі төмен түседі дейді. Мысалы, кезінде жұрттар намаз оқыды, ораза тұтты. Бірақ Рамазанның оразасы келуіменен ол оразалар парыз болатын еді пайғамбарға. Ол парыздықтан түсіп, нәпілге өтіп қалды. Дәл сол сияқты кезінде парыз болған нәрселер өзінен жоғарғы парыз келгенде түсіп қалады. Ал ақиқаның өзі түбі парыз емес, мубах еді. Одан жоғарғы құрбандық, адхия, құрбандық келуіменен ол мубахтан төмен түсіп, макрух болып қалды дейді. Сол үшін ақиқа сою макрух дегенде Ханафи мазхабында ой бар. Қорытып айтатын бауырлар, біздің Ханафи мазхабында фиқ кітабының бәрін ақтарып қарасаңызда ақиқа деген бап жоқ. Неге жоқ деп оны білім талабалары оқып ізденіп көрсін. Ал қарапайым халыққа айтатынымыз, біздің Ханафи мазхабында ата дәстүрімізде ұл бала туылса 2 мал, қыз бала туылса 1 мал сой деген дәлел жоқ. Ханафи мазхабында жоқ. Тек бір сұрақ шығады, қалжаменен шатастырмау керек. Қалжа деген біздің халықтың дәстүрі, оны келін белін өзіне тіктеп алсын деп мойнын пісіріп береді және өзінің қалін күшін жинап алсын деп сойылған мал
Сондықтан кімде кім ондай мал сойса, ол мубах болады үкімі. Яғни қонақ үшін сойылған мал, бір қандай да бір жақсылық үшін сойылған малдың барлығы мубах болып саналады. Ал сауап үшін соям десеңіз, әлбетте кедей кепшікке тарқатқан садақа мал сауап болады, және жаңағыдегі айтылған малдардан жоғары тұрады. Тіпті ақиқадан да жоғары тұрады. Сондықтан бауырлар, соям десеңіз, жылына бір мәрте құрбандық сойыңыз. Сол құрбандығыңыз сізден, сіздің жанұяңыздың барлығынан, денсаулығынан, қол аяғынан садақа болады.